Ассалаумағалейкум қазақ халқы, бүгінгі біздің обзорда Samsung Galaxy S22 Ultra. Бірақ видеоны бастамас бұрын айта кетерім, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен бізде S22 Ultra, жалпы S22-нің 3 версиясы бар. Ол S22, 22 Plus және S22 Ultra деген версия. S22, обычный S22-ге мына видео түсірген болатынмын. Ол экранның оң жақ жоғарысына ссылканы қоям, соны көрсеңіздер болады осы видеодан кейін. Сонымен бізде S22 Ultra мендегі версия 12 гигабайт оперативная памятьпен 512 гигабайт өзінің памяті. Цветі қара. S22 сияқты бұның коробкасы кішкентай, неге? Өйткені комплектісінде тек қана USB шнур бар. Сонымен коробканы ашып қарайық. Телефонның өзі болады мынандай. Мен бұны біраз уақыт уже ұстадым, даже царапиналар пайда болды. Әжептәуір. Кішкентай кітапшалары болады. Және мынаның ішінде бізде шнур болады, USB шнур. Шнурда екі жағы мынандай Type-C, яғни сіздің ескі блок питаниеңіз болса, зарядкаңыз, ол сізге сәйкес келмейді, сондықтан арнайы блок питание сатып алу керек. Мен өзіме мынандай блок питание сатып алдым, Samsung-тікі 25 ваттқа. Жалпы бұл смартфон 45 ваттық зарядканы поддерживать етеді, бірақ разница где-то 6-7-8 минут қана болады. Сондықтан алсаңыздар негізі 25 ваттық зарядканы алған дұрыс, мынандай блок питанияны. Сонымен бізде арты стекло противоударное, атауы Corning Gorilla Glass Victus Plus деген, покрытиесі матовый, мынау саусақтың ізі қалмайды және на ощупь приятный ше. Вот. Артында камералары бар, ең жоғарғы, мынау қай жақта, мына камерасы ол 12 мегапиксельге. Бұл ультра широкоугольная камера, одан кейінгі камерасы мынау 108 мегапиксельді ширик. Одан кейінгі мына кішкентай камера трехкратный зумға арналған 10 мегапиксельді камера, ал мынау тоже 10 мегапиксель, бірақ 10-кратный зум үшін. Но бізде камера емес, бұл бізде лазерный автофокус және вспышка орналасқан. Жоғарысында бізде мынандай микрофоны бар. Оң жағында дыбысты көбейтіп азайтатын кнопкасы бар. Мына жерде кнопка блокировки. Астында бізде стилус S Pen деген, бұған сосын тоқтала кетеміз. Жалпы мынандай түрі, негізі күшті зат. Так, одан кейінгі зат бізде мына жерде динамик, зарядка тығатын жері Type-C, мына кішкентай микрофон және сим-карта алып салатын жері. Сол жағында түк ештеңе жоқ. Жалпы телефон жалпақ, өте үлкен болып жасалынған. Төрт бұрышты, шеттері изогнутый, мына жағы тік бұрышы. Сосын былай қолданған кезде, мына оң жақ астында бұрышы, чехолсыз қолдансаңыздар, мына қолға постоянно кіріп тұрады, неудобно болып тұрады. Сонымен телефонды қосайық. Бұл смартфонға тағы бір видео түсіремін, осы смартфонның плюсы және минусы деген. Оған осы видеоның аяғына ссылкасын қоямын, шығарған кезде. Сосын көрсеңіздер болады. Так, қараңыздар. Рамкалары кішкентай болып жасалынған. Бірінші байқасаңыздар уже. Мына жерінде камерасы орналасқан. Бұл бізде 40 мегапиксельдік алдыңғы камерасы. Сосын мына жерде бізде ортасында, міне көрдіңіздер ме, отпечаток пальца орналасқан. Ол жылдам жұмыс жасайды. Мінекей осылай. Жалпы экран размері 6-8 дюйм, өте үлкен. Енді қолдарыңыз кішкентай болса, менікіндей бір қолмен қолдану ыңғайсыз болады. Содан соң качество изображения Quad HD, ол бізде мына жерде, қазір көрсетейін, разрешение экрана деген бар, қараңыздар. Так, HD+, Full HD+, Quad HD деген бар. HD-ге қойсаңыздар, качествосы мынандай онша емес болады. Full HD средний, мынау максимальный качество әдемі қылып көрсетеді. Менде осыда тұр. Мынаған қойға болады, зарядкасы өте тез отырса, осыған қойсаңыздар, заряда кішкене болса да аз кететін болады. Содан соң 120 Гц поддерживать етеді бұл смартфон.
частота обновления экрана. Ол бізде мына жерде плавность движения 120 герцке қоюға болады или 60 герц. 120 қойсаңыздар, мінекей мына жердегідей қараңыздар, внимательно. Бүкілі плавно болады, анимациялар плавно түрде болады. 120 герцке қойыңыздар. Зарядкасы тез отыратын болса, 60 герцке қойсаңыздар болады. Так, сонымен экранды айттым. Экраны супер AMOLED. Содан соң бұл жерде қарай кетейік. Бізде 13-ші Android тұр, One UI 5-ші версия. 13-ші Android'та фишкалар, қызықты фишкалар қойды. Android 13-тің ең главный фишкасы мен үшін ол мынау. Экранды екіге бөліп тастауға болады. Яғни, жоғарысында бір программа, астында екінші программа қосылып тұрады. Мысалға, жоғарыда YouTube көрсеңіздер болады, астында сообщениемен, WhatsAppпен сөйлессеңіздер болады. Ол енді басқа китайлардың телефондарында ол жақсы орналасқан баяғыдан бері. Так, біздегі версия бағана айтқанымдай 12 және 512 гигабайттық версия. Мінекей мынандай 12 гигабайт оперативка, және бізде тағы бір оперативный память қоссақ болады. Ол мына жерде міне RAM плюс деп тұр ғой, ағылшынша. Сол жерде 8, мына жерде таңдасаңыздар болады, қанша гигабайт қосуға болады, жазылып тұр. Сонымен программаларға кіре кетейік. Мына жердегі AIDA 64 бұл характеристикаларын көрсетеді смартфонның. Мінекей S22 Ultra 5G. Мына жерде 12 гигабайт оперативная память, Bluetooth 5.2. Мына жерде қараңыздар, процессор Samsung Exynos 2200. Қазақстанға арналған версияда осындай процессор орналасқан, және жалпы шетелге арналған версия бар, S22 Ultra'ның, онда Snapdragon орналасқан. Егер мен AliExpress'те нормально продавецті таба алсам, если что, ссылкасын қоямын. Сонымен Antutu'ға кірейік. Antutu'да бұл 882.935 жинады. Exynos процессор болғандықтан осындай аз балл жинады. Ойын ойнайтын болсаңыздар, енді осындай Exynos'та алмай қойғандарыңыз дұрыс болады. Ол кезде басқа телефондарға қараңыздар, китайларға, Snapdragon'мен. Так, содан кейін multi-touch. Бұл жерде біз қанша саусақты сезеді, соны тексере аламыз. Так, мінекей 10 саусақты сезеді. Сосын біз мына жерде NFC-ді тексерсек болады. Мына жерге басамыз. Галочка шықты, яғни NFC поддерживать етеді деген сөз. Бұл жерде екі динамик орналасқан, стереодинамик. Ол астында және жоғарысында. Оны қосу үшін біз мына жерден Dolby Atmos дегенді қосу керек. Мінекей қостым. Енді звугын тексерейік. Так, енді комментировать етсем, бұл жерде динамикасы таза шығады, звуктары таза, анық шығады. Звугы маған ұнады әрине. Так, енді стилусына тоқтала кетейік. Ол мына жердегі ручкасы десек те болады. Мынандай кішкентай ғана зат, мына жерде бізде бір кнопка орналасқан. Бір ғана кнопка. Бұның ең бірінші плюсы ол қыс мезгілінде, мысалға, күн суық болады ғой. Сол кезде перчаткиді шешіп жүрмесі үшін осы стилусты алып қолдана берсеңіздер болады. Екінші плюсы ол фото-видео редактировать еткен кезде мына стилус өз пайдасын тигізеді. Үшінші плюсы ол бір сайтта отырған кезде ағылшынша жазулар болса, соған бүйтіп қаратып тұрған кезде оны орысшаға переводтауға болады, или қазақшаға. Сосын мынандай плюсы бар.
фотоға түсіретін болсаңыздар, мысалға далада жүрсіздер или басқа жерде өзіңізді фотоға түсіргіңіз келсе, бір жерге былай тіреп қоясыз, құлап түспейтіндей, мінекей мынау осылай тұрғызып қоясыз. Содан соң мына жерде кнопкасын бассаңыз, мінекей мен бір рет басам, фотоға түсірді. Көрдіңіздер ме, мінекей мына жерде. Айтпақшы, фото демекші, фотосын, камераларын айта кетейін. Мына жерде бізде артында бағана 4 камера дедім ғой. Әрқайсысын қосудың амалын көрсетейін. Мысалы, широкоугольная камера мына жерде, оны қосқан кезде бізде мына камера жұмыс істейді. Мінекей. Көрдіңіздер ме? Мына ортасындағы камера, ол мына 1x, мына ортасындағы камера 1x-ке қойған кезде істейді. 3x-ке қойған кезде, 3x-ке қойған кезде, 3-тен кішкене көбейтейін. 5, 6, 7. Міне уже басқа камера қосылды. Ол мына камера болу керек. Мінекей көрдіңіздер ме? Міне мына камера қосылды. Енді мына камераны қосу үшін мен жауып тұрайын. Пока ол қосылып тұрған жоқ. Былай жақындата берсем, сол камера қосылады. Мінекей. Саусағымды алсам, көрініп тұр. Яғни артында 4 камераның 4-еуі де жұмыс жасайды. Көп кісілер ойлайды, мына артында көп камера орналасқан, оның біреуі ғана жұмыс жасайды, қалғандары өтірік зат деп. Бұл олай емес. Так, мен түсірген фото, видеолар бар, соны көре кетейік. Стилусты орнына қояйық, жоғалтып алмай тұрғанда. Әртүрлі фото, видео түсірдім. Так, мынаған қараңыздар, бұл бізде ультра широкоугольная камера. Мынау бізде основная камера. Жақындатсақ болады, качествосы жақсы. Трехкратный зум, Қаныш Сәтбаевтың статуясын түсіргем. Мынау бізде 10-кратный зум. Сонда да жақсы качествода түсіріп тұр. Мынау 30-кратный зум, және мынау 100-кратный зум. Ал мынау бізде 108 мегапиксельді режим. Прям бүкілі четко көрініп тұр. Камерасы өте жақсы. Так, жоғары тоже пойдет енді. Так, келесі фото. Бұл бізде ультра широкоугольная камера. Качествосы жақсы. Даже мына жердегі жазулар кішкене болса да көрініп тұр. Одан кейінгі фото. Бұл основная камераға. Тоже фото качествосы жақсы. Цветтері сочный. Мынау бізде трехкратный зум. Бұл жерде жазулар одан да жақсы көрінеді. Домдардың терезелері бүкілі анық көрінеді. Одан кейін бізде бұл 10-кратный зум, қателеспесем. Сосын мынау 30-кратный зум, және 100-кратный зум. Бұл бізде 108 мегапиксельді режим. Даже мына машиналар тез кетіп бара жатқан машиналарға, сонда да мына жазуларын фотоға түсіріп үлгерген. Вообще күшті, мықты. Даже мына жазу көріп тұр, решайте вместе. Анау деп. А ол жазу бізде ұзақта орналасқан. Так, мына жерде бізде тоса тұрыңыздар. Мына жерде бізде видео басталып кетті. Оның дауысын шығарайық. Қазір өздеріңіз көресіздер. Және звукты тексере кетесіздер, микрофон қалай жазғанын. Бұл бізде Full HD 60 кадр в секунду. Бүкілі плавно, жақсы качествода түсіріп жатыр. Фокусировка жылдам жұмыс істейді екен. Осы қалпында широкоугольная камера, трехкратный зум, 10-кратный зум қосыла ма, қосылмай ма, соны тексерейік. Так, мінекей бізде широкоугольная камера, обычная камера, онда трехкратный зум, 10-кратный зум, бүкілі четко көрсетіліп тұр, жақсы качествода. Так, келесі видео. Ал бұл бізде 60 кадр, ультра HD, фокусировка жылдам жұмыс жасайды екен.
Жақсы качествода түсіріп жатыр. Так, тағы жақындатып не қылып көрейік. Широкоугольная камера, походу, бұл жерде қосылмайды. Так. Бізде мінекей былай көбейтуге болады. Двухкратный зум бұл. Мынау 4-кратный зум. Және 10-кратный зум. Бұл жерде качествосы онша емес болып қалады екен. Және широкоугольная камера қосылмайды. Жүрген кезде вот осылай. Мен қазір жүріп бара жатырмын. Стабилизация қосылып тұрғандай, как будто. Бұл бізде 8К 24 кадр секунду. Бұл жерде байқадыңыздар ма, байқамадыңыздар ма, 4К Full HD-ге қарағанда камера өте жақындап кеткен. Менің қазір қолым алыста тұр, сонда да жақын қылып көрсетіп тұр. Фокусировканы тексереміз. Қолымды көрсетем. Кішкене долго ойланады екен Full HD мен Ultra HD-ге қарағанда. Качествосы мінекей мынандай, қазір жақындатып көремін. Так. Мынау бізде 2X, 4X және 6X. Одан артық көбеймейді екен. Мынау бізде түнгі съемка. Ультра широкоугольная камера. Сети мол жақ. Мынау бізде основная камера. 3-кратный зум, 10-кратный зум, 30-кратный зум және 100-кратный зум. Мынау бізде 108 мегапиксельді режим. Түнгі уақытта енді понятно, күндізге қарағанда качествосы кішкене нашарлайды. Мынау бізде ультра широкоугольная камера. Жақындатып көрейік. Качествосы жаман емес. Основная камера. Мынау 3-кратный зум. Уже мына жер прямо анық көріне бастады. Арбат деген. Одан кейін бізде мынау 10-кратный зум. 30-кратный зум. Уже сағат жұмыс істейтін уақыты көрініп тұр. Және бұл 100-кратный зум. Мынау бізде 108 мегапиксельді режим. Негізі качествосы жақсы негізі. Так, бұл бізде ультра широкоугольная камера. Основная камера. Трехкратный зум. Даже мына дәріхана деген көрініп тұр. 10-кратный зум. Мынау бізде 30-кратный зум және 100-кратный зум. Ал мынау бізде 108 мегапиксельді режим. Сонымен видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер видео ұнаса және тағы да осындай видеолар пайда бола берсін десеңіздер, түсіріле берсін десеңіздер, онда видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер достар. Комментарий жазыңыздар, мына телефон ұнады ма, ұнамады ма, сіздерде қандай телефон қазір, соны бүкіл комментарийге жазып кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.